Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге жұп-жұмсақ үлпілдеп тұрған осындай бөлшектің рецептісін ұсынатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Барлық қажетті заттардың өлшемдері видеоның соңында описаниеда көрсетілген. Сүтіміз міндетті түрде жылы болуы қажет. Барлық заттарды видеодағыдай рет-ретімен салып араластырамыз. Бізге 2 жұмыртқа қажет. 2 жұмыртқаның бір жұмыртқасын қамырымызға салсақ, енді бір жұмыртқамызды бөлшкелеріміздің бетін әрлеуге пайдаланамыз. Ванильді қант қостым, ол міндетті емес. Мен дәмін келтіру үшін пайдаландым. Майымызды алдын ала ертіп алғанымыз дұрыс. Барлығын араластырып алғаннан кейін осы заттарымызды үстіне електен өткізілген ұнымызды қосып, қамырымызды елейміз. Ұнның мөлшерін артық пайдаланбауды ұсынамын. Өйткені артық пайдаланған ұн бөлшкеміз тығыз болып көтерілмей қалуға әкеп соғады. Егер де сіздің илеп жатқан қамырыңыз қолыңызға жабысып, ыдысыңызға жабысып жатса, қолдарыңызды кішкене майлап жіберіп, илеп жіберсеңіз, бәрі дұрысталады. Илеген қамырымызды, дайын болған қамырымыздың бетіне целлофан жауып, 2 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Міне 2 сағаттың ішінде қамырымыз көтерілді. Енді осы қамырдан бөлшке жасауға кірісеміз. Менің арнамда бөлшке жасаудың түрлері көрсетілген видео бар, соны көруді ұсынамын сіздерге. Мінекей, нанымызды алып, бірнеше бөлікке бөлеміз. Мен әрбір бөлікті өлшеп дөңгелектедім, бірақ оның міндетті емес, әркім өз қалауынша дөңгелектеп алуға болады. Дөңгелектеп алған қамырларымыздың бетін орамалмен жауып қоямыз, өйткені нанымыз кеуіп қалуы мүмкін. Мінекей, мен бірінші бөлшкеме кірісіп кеттім. Нанымызды шиыршықтап есіп аламыз. 2 жақтан бір-біріне қарама-қарсы бағытта айналдыра отырып біріктіреміз. Міне сонда осындай формада бөлшке пайда болады. Барлығын өз қалауларыңызша форма жасап кесіп алып, формаға салып, бетін жұмыртқамен әсемдейміз. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешке жарты сағаттай пісіріп аламыз. Әр пештің қызу деңгейі әртүрлі, қарап отырасыздар. Мінекей, біздің бөлшкелеріміз пісті, көтерілді, жұп-жұмсақ. Видеоның соңына көргендеріңізге рахмет.